Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді және құрамына да көп заттар кетпейтін, дастарханыңыздың сәнін келтіретін осындай орешкенің рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте ыдысымызға осылай бір дана жұмыртқа салып, және де үстіне май саламыз, шекер салып, барлығын араластырып аламыз. Майымызды ертіп алсақ та болады, немесе осындай бөлме температурасындағы майды қолдансаңыздар да болады. Міне осымен майымызды араластырып болдық. Ендігі кезекте бір шай қасық содамен бір шай қасық 6-9% уксусымызды құйып, осылай араластырып аламыз да, жаңағы араластырған массамызға құйып араластырып қамырлейтін боламыз. Міне осылай үстінен құямыз, кішкене араластырып жіберіп, содан соң електен өткізілген ұнымызды салып қамырлейтін боламыз. Артық мөлшерде ұн салудың керегі жоқ. Мен описаниеге жазып қалдырған оның рецебімен жаңағы көлемінде салсаңыздар, өте әдемі жұмсақ қамыр дайын болады. Міне осымен қамырымыз дайын. Енді қамырымызды жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Жарты сағаттан соң алып, осылай таразға 6-7 граммнан өлшеп аламыз.
Міне осылай барлығын домалақтап дайындап қоямыз. Бұл жерде менде 40-45 штук орешке шығады. Содан соң формамызды осылай газге қойып, жақсылап қыздырып, майлап аламыз. Содан соң үстіне осылай жаңа қамырларымызды салып, пісіріп ала береміз. Көп ұстаудың қажеті жоқ. 1-2 минутта осылай екі бетін аударып, пісіріп аламыз. Міне уже бірінші порциямыз пісіп шықты. Бұл жерде менде сәл қатты пісіп кетті. Міне екінші порциясында салып жатырмыз. Екіншісінде осылай бір майлап алып пісіре береміз. Негізінде бұл формаға жабыспайды. Әзелетпен жуғаннан кейін менде қазір жабысып тұр. Сол себепті негізінде алдынан қолданып жүрген формаларыңыз болса, бүйтіп әр салғанда майлаудың керегі жоқ. Осылай барлығын салып пісіріп аламыз. Міне осымен орешкаларымыз барлығын пісіріп болдық, дайын. Енді арасына варенка жағып жинайтын боламыз. Артық шеттерін осылай алып тастаймыз. Варенкасын жағатын боламыз. Варенка, қандай варенка қолдансаңыз, әрине өз қалауыңыз. Дәмі өзіңізге ұнаса жаға берсеңіз болады. Мен бұл жерде российский килограммдық варенканы қолдандым, және де арасына жаңғақ салдым. Жаңғақ салу міндетті емес, болса салсаңыздар болады. Барлығын осылай екі бетін толтырып, арасына жаңғақ салып жинайтын боламыз.
Міне осылай қонақ келгенде де немесе үйге шайға ұсынсаңыздар да өте әдемі, дәмді және де холодильникке салып қойсаңыздар ұзақ уақыт тұра береді. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Осымен орешкеларымыз дайын, ас болсын.